Осы кәсіпке 2017-де келдім, Құлсары қаласында бастадым. Оқу орталығы аштым, өйткені Құлсары қаласында бізде оқу орталығы мүлдем болмаған. Сол Құлсары қаласында өзінің туған жерінде химия және физика және математика сабақтарын балдарға үйретіп, оларды ұбт тестіне дайындадым. Ол жақтан нәтиже көргесін, былай айтқанда Құлсарда лидер болғасын, уже 2020 жылы бастап мен уже Атырау қаласына көштім. Жаймен өзім бизнесімді, кәсібімді жалғастыра бастадым. Қазір енді уже 5 жыл осы Атырау қаласында жұмыс жасап жатырмыз. Осы Нұрсая ықшамауданында өзіміздің помещениемізді алып, осы жақтан тұрақталдық бізде. Қазіргі уақытта болашақ оқу орталығында бізде әртүрлі направлениялар бар. Ол бізде курстар, физика курсы бар, математика, химия курсы және ағылшын курсы. Ағылшын курсы бізде жергілікті мұғаліммен және ағылшын курсы бізде шет мұғаліммен бізде жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта бізде деген 6 өзімнің сотрудниктарым бар және 120 оқушы қазіргі уақытта. Алдағы уақытта үлкейту бізде жоспарда бар. Қазіргі кезде бізде деген өзіміздің қазіргі помещениенің қасына тағы бір помещениені сатып алдық. Сол помещениені екеуін бірге қосуға жоспарлап отыр. Жеке кәсіпкер ретінде біз жалпы қолдау аламыз. Әртүрлі мысалы тренингтар өтеді бізде де тегін жөнінде және әртүрлі мысалы кездесулар өтеді. Например, үлкен кәсіпкерлер бар, солардан біз деген мотивация аламыз, әртүрлі совет деген біз ғой, сондай қолдаулар аламыз. Үкіметтен біз қолдау 2024-те ноябрь қараша айында алдық, грант ұтып алғанбыз. Соның көмегінде біз деген өзімізге керек қажетті құралдарды алдық. Мысалы, ноутбук, LED-экран деген сияқты балдарға керек нәрселердің инфраструктураны барлығын өзгерттік біз қолымыздан келгенше.